Сәлем әлем. Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат аниме стилінде суреттерді жасауды үйренеміз. Ол үшін каналыма тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұны бізге ChatGPT жасайды. Яғни Google-дың іздеу жолағына ChatGPT деп енді қолданып жүрсіздер ғой. Тіркелесіздер, қайта кіресіздер. Содан кейін мынау қосу белгісін басамыз да, загрузить с компьютера деймін. Мысалы мен кез келген суретті, фотоны қоямын. Яғни мен мына жерде шоқаның суретін дайындап қойдым. Біз енді мұғалімдер болғаннан кейін бізге тұлғалардың суреттерін аниме стилінде жасаймыз көбінесе. Енді әркім өз жағдайына қарай пайдаланады ғой. Содан кейін мына сөзді жазамыз. Преобразуй фото в стиле гибли деп. Мынаны басамыз да, жоғары жолданған бағыттауыш сызығын күтеміз. Біршама күту керек болады. Бұның бір ерекшелігі не үшін қолданамыз дейді ғой енді. Мысалы, физиктер Ньютонның суретін аниме ретінде келтірсек, одан кейін комикспен, яғни қандай да бір заңдылықты түсіндіруге болады. Ал әдебиетшілерге тіпті керемет, себебі кез келген оқиғаны автор тарапынан аниме стилінде мультик ретінде көрсетсе, балалар қызығатын болады деп ойлаймын. Бірнеше фотоларды осылай аниме ретінде жасап алып, CapCut'та, Camtasia'да, InShot'та, яғни кез келген видео редакторда өзара қосып алып, бұлттарға сөздерді диалог ретінде жазып, өз ыңғайына қарай кез келген мұғалім пайдалана алады деп ойлаймын. Жалпы менің каналымда тыңдай отырыңыздар. Мынау дүние жасалғанша көптеген пайдалы ақпараттар бар. Яғни сабақты ұйымдастыру кезінен бастап рефлексияға дейін қандай тиімді әдістерді қолдануға болатынын ұсынып жүрмін. Мінекей дайын болды. Шоқаның суреті. Енді қалай жүктейміз? Мына жердегі сызықты басамыз, бірден жүктеп алуға болады. Пайдаларыңызға жарасын.